Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіз. Дауылды ескерту видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Дауылды ескерту 16 облыста қауіпті ауа райы жарияланды. Қазгидромет 25 наурызға арналған дауылды ескертуін жариялады. Синоптиктер Астана, Шымкент қалаларында 16 облыс, сондай-ақ Алматы қаласының таулы аумақтарында қауіпті ауа райы құбылыстары күтілетінін ескерді деп хабарлайды ел.кз. Астанада кей уақыттарда тұман түседі. Ақмола облысында ара-тұра тұман түсуі және жел екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Іле, Алатау таулы аумақтарындағы Медеу және Бостандық ауылдық тау бөктеріндегі күндіз жауын-шашын жауып, найзағай ойнайды. Түнде болса жел екпіні 18 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Алматы облысының солтүстік, оңтүстік және таулы өңірлерінде күндіз жаңбыр, найзағай болады. Жел екпіні 15-20 метр секунд. Қонаевта күндіз жел 18 метр секундты құрайды. Жетісу облысының оңтүстігі, орталық және таулы аумақтарында күндіз жауын-шашын, найзағай күтіледі. Алакөлде 15-20 метр секундқа дейін жел күшейеді. Шымкентте кей уақытта нөсер жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел екпіні 15-20 метр секунд. Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аумақтарында, етектерінде, аудандарда жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Атырау облысының шығысында түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігі, оңтүстігі және шығысында тұман түседі. Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі. Ұлытау облысының солтүстік, шығысында, орталығында тұман, Жезқазған қаласында ара-тұра тұман түседі. Ақтөбе облысының батысында және оңтүстігінде түнде және таңертең тұман, жел екпіні 15 метр секундқа дейін күшейеді. Маңғыстау облысының батысы, оңтүстігі және орталығында тұман, Алатау облысында тұман түседі. Павлодар облысының оңтүстігінде және шығысында тұман түсіп, түнде және таңертең жолдар көктайғақ болуы мүмкін. Жамбыл облысының батысы, оңтүстігі, шығысы және таулы аумақтарында жауын-шашын, найзағай болып, таулы өңірлерде қатты жаңбыр жауы ықтимал. Айбай облысының солтүстік, шығысында және оңтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде тұман түседі. Өскемен қаласында тұман көрінуде. Сонымен қоса Қостанай облысының солтүстігі, шығысында және оңтүстігінде тұман болады. Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде түнде және таңертең көктайғақ күтіледі. Жел екпіні 15-20 метр секундты құрайды. Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман түсіп, Оралда түнде және таңертең тұман болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.